Жан тану ғылымының бірінші тарауының 4-ші бөлімі. Туған атым Ержан Ильясова, руханияты Марат Амандаса. Шри Шримадачи Бхактивиданта Свами Прабхупаданың жазғанын ағылшын тілінен қазақшалап талқыламақшымын. 28 ақпан 2021 жыл. Харе Кришна дін бе, әлде ғылым ба? 1976 жылы тамыз айында Лондоннан солтүстікке қарай 15 мил қашықтықта орналасқан Бхактивиданта Менор иелігінде бірнеше апта болған Шрила Прабхупададан сол күндердің бірінде Лондонның радиохабар тарату компаниясының тілшісі Майк Робинсон интервью алған еді. Көп ұзамай радиодан берілген осы интервьюінде Шрила Прабхупада Кришнатану дегеніміз мен сенемін, сіз сенесіз деген діндердің бірі емес, керісінше жанның бір денеден екінші денеге көшуін егжей-тегжей түсіндіретін терең философия деп көрсетті. Майк Робинсон. Қай дінге сенетіңізді, Харе Кришна қозғалысы философиясының не екенін түсіндіріп бересіз бе? Шрила Прабхупада. Иә, Кришнатану ілімі жай діни сенім емес, керісінше ғылыми білім. Бірінші адым, тірі дене мен өлі дене арасындағы айырманы айыра білу. Айырма мынада, біреу рухани өлгенде рухани жан, яғни тірі күш денеден шығып кететіндіктен денені өлі дейді. Сонымен екі нәрсе бар екен. Бірі осы дене, ал екіншісі осы дененің ішіндегі тірі күш. Біз дененің ішіндегі тірі күш туралы айтып отырмыз. Рухани Кришнатану ғылымы мен дағдылы фәни ғылым арасындағы айырма осы. Сол себепті қарапайым пенде үшін Кришнатану қозғалысымызды бағалау бас кезінде өте қиын тиеді. Алдымен өзіміздің денеден бөлек жан екенімізді түсінуіміз шарт. Майк Робинсон. Оны қашан түсінеміз? Шрила Прабхупада. Кез келген сәтте түсіне аласыз. Ол үшін азда болса зерделей білетін интеллект қажет. Мысалы, нәресте өсіп балаға, бала бозбалаға, бозбала жігітке, жігіт ересекке айналып қартаяды. Нәресте тәнінен кәрішал тәніне ауысса да осы уақыттың бәрінде де ішкі жан дүниесі еш өзгермей, жеке дара тұлғалығы қаз-қалпында сақталып қалады. Тәні өзгеріп отырса да, дененің иесі болып табылатын жанның еш өзгеріссіз қаз-қалпында қалатынын түсінуге тырысыңыз. Осыдан қазіргі денеміз өлгенсең басқа дене аламыз деген қисынды қорытындыға келуге тиіспіз. Жанның ауысуы деген осы. Майк Робинсон. Сонда адамдар өлгенде тек физикалық денелері ғана өле ме? Иә, бұл Бхагавад-гитада егжей-тегжей түсіндіріледі. Наджаяте мрияте бакадашинна ханяте ханямане шарире. Майк Робинсон. Дәйексөздерді жиі келтіресіз бе? Шрила Прабхупада. Иә, дәйексөздерді көп келтіреміз. Кришнатану өлімі кәдімгі діни сенімдердің бірі емес, шын ғылым. Бхактага. Бхагавад-гитадан осы өлеңді тапшы, шәкірт. Шәкіртіне Бхагавад-гитадан осы өлеңді тапшы, шәкірт. Наджаяте мрияте бакадашин наям будва бавита банабуя аджанитя шашвата ям пурана наханяте ханямане шарире. Жан еш уақытта тумайды, өлмейді, өткенде жаратылмаған, қазірде, келешекте де жаратылмайды, ешкімнен тумайды, мәңгі бақи тіршілік етеді, әуел бастан бар және дене өлгенсең өлмейді. Майк Робинсон. Өлеңді жатқа айтып бергеніңізге зор рахмет. Осы өлеңді тереңірек түсіндіріп бересіз бе? Егер жан өлмесе, онда өлгеннен кейін бәрінің жаны Құдайға бара ма? Шрила Прабхупада. Бәрі бармайды. Егер үйіне Құдайға қайтуға осы өмірінде дайындалса, Құдайға қайталады. Керісінше, егер дайындалмаса, басқа фәни дене алады. 8.400.000 дене түрлері бар. Тілектері мен кармаларына байланысты табиғат заңы лайықты дене береді. Бұл жұққан аурудың ушыға түсуіне ұқсайды. Осыны түсіну қиын ба? Майк Робинсон. Бәрін түсіну өте қиын. Шрила Прабхупада. Егер біреу шешек індетін жұқтырып алса, 7 күннен кейін нышан белгілер көріне бастайды. Сол кезең қалай аталушы еді? Майк Робинсон. Инкубация кезеңі ме? Шрила Прабхупада. Инкубация кезеңі. Одан қашықтық алмайсыз. Егер әлде бір індетті жұқтырып алсаңыз, табиғат заңы бойынша ушыға түсетіні секілді, осы өміріңіздегі фәни табиғаттың түрлі гуналарымен қатынасуыңызда келесі өміріңізде қай дене түріне көшетініңізді шешеді. Мұның бәрі табиғаттың қатаң заңына бағынышты. Бәрі де табиғат заңының билігінде бүтіндей тәуелді күйде болса да,
Nadanlıklarının sallarından azat bizde oylagandarmen, özlerin azat sıngandarmen azat emes, kersinçe tabiat zangına tolayın bağınıştı. Kelesi ömrünüz bugünkü künäle nemesi Kudayşıl is-hareketleringizge baylanışlı şeşiledi. Mike Robinson. Mertebeli Hazret, жаңағы ешкімде азат емес дегеніңізге 1 минутқа қайтара ораласыз ба? Егер жақсы өмір сүрсек, жақсы келешегімізді өзіміз шешеміз дегеніңіз бе? Шила Прабхупада, иә. Майк Робинсон. Сонда ненің маңызды екеніне сенімізге сай еркімізше таңдауға еріктіміз бе? Егер Құдайға сеніп жақсы өмір сүрсек қана дін маңызды бола ма? Шила Прабхупада, мәселе сенімде емес. Мұны сенімге бұрмай-ақ қояйық. Бұл заң. Мысалы үкімет бар. Сенсеңізде, сенбесеңізде, ерік өзіңізде. Ал егер заңды бұзсаңыз, үкімет жазаға тартады. Сол секілді сенсеңізде, сенбесеңізде, бәрібір Құдай бар. Егер Құдайға сенбей, тәуелсіз ойыңызға келген істесеңіз, онда табиғат заңмен жазаға тартыласыз. Майк Робинсон. Түсінікті. Хайдинге сенуіңіз маңызды ма? Кришнаға берілуіңіз маңызды ма? Шила Прабхупада. Мәселе дінде емес, ғылымда. Рухани тіршілік болғаныңызбен siz fəniyə təvəllüdüyünüzün sallarından fəni təbiat zangının bilgindəsiz. Siz Hristiyan dinine senseniz, men Hindu dinine senimdelik. Бірақ бұл sizin qartayıp, menin qartaymaytını bildirmeydi qoy. Biz qartayı qılımın aytıb oturmuz. Бұл tabii zang. Бұл siz Hristiyan dinine senetindikten qartayasız kerinçe, men Hindu dinine senetindikten qartaymaymen degeni bildirmeydi qoy. Bәрі qartayadı. Sol şekilde Мәселе хайдинге сенуімізде емес, табиғат заңдары бәрімізге бірдей қолданылады. Майк Робинсон. Сонда бәрімізді жалғыз бір Құдай ғана билейді дейсіз бе? Шила Прабхупада. Құдай біреу, табиғат заңы біреу. Бәріміз сол табиғат заңының билігіндеміз, Құдайдың билігіндеміз. Егер біз азатпыз немесе ойымызға келген істеймізді ойласақ, ақымақтығымызды айғақтаймыз. Майк Робинсон. Түсінікті. Харе Кришна қозғалысы мүшелерінің несімен ерекшеленетінін түсіндіріп бересіз бе? Шила Прабхупада. Харе Кришна қозғалысы осы ғылымда шын түсінгісі келетіндер үшін арналған. Ешқандай секта топтарына жатпаймыз. Жоқ. Колледж студенттеріне бәріңізге де есігіміз айқара ашық. Христиансыз ба, хиндусыз ба, мұсылмансыз ба, кім болсаңыз да мәселе онда емес. Құдай тану ғылымын меңгергісі келетіндердің бәріне де Кришна тану қозғалысының есігі айқара ашық. Майк Робинсон. Харе Кришна ілімін үйренушілердің не сөз көреді? Шила Прабхупада. Шынайы білімді меңгере бастайды. Бірінші рухани жан екеніңізді түсініңіз. Рухани жан ретінде денеңізді ауыстырып отырасыз. Рухани білім әліпби осылай басталады. Денеңіз өліп, жойылғанда өзіңіз өлмейсіз. Палтоңыз бен көйлегіңізді ауыстырғаныңыз сияқты басқа ден аласыз. Егер ертең басқа көйлек пен басқа палто киіп келсеңіз, бұл сіздің басқа біреуге ауысқаныңызды білдіре ме? Жоқ. Дәл осылай өлген сайын денелеріңізді ауыстырып отырасыз. Керісінше, дене ішіндегі рухани жан кейпіндегі өзіңіз еш өзгеріссіз қаласыз. Осыны түсінсеңіз, Кришна тану ғылымын тереңірек түсіне түсесіз. Майк Робинсон. Енді түсіне бастадым. Әйтсе де көптеген адамдарыңыздың Оксфорд-стритте Харе Кришна кітаптарын таратуының мұнымен қалай байланысты екенін әлі де түсіне алмай отырмын. Шила Прабхупада. Бұл кітаптар рухани өмірдің қажеттігіне көздеріңізді жеткізу үшін арналған. Майк Робинсон. Адамдардың Харе Кришна қозғалысына қосылу-қосылмауына еш мән бермейсіз бе? Шила Прабхупада. Мәселе онда емес. Біздің миссиямыз адамдарға білім беру. Денеміз өлгенсең бәрі де бітеді деп алдамшы дәурен кешетін адамдардың ақымақтықтары осында. Майк Робинсон. Негізінде оларға өмірдің рухани өлшемі бар екенін айтудың қамын ойлайсыз ба? Шила Прабхупада. Бірінші, сіздің денемес екеніңізді. Дене сіздің сыртқы қабығыңыз, көйлегіңіз бен палтоңыз екенін және дененің ішінде өзіңіз өмір сүретіңізді айтып жеткізудің қамын ойлаймыз. Иә, енді түсінген сияқтымын. Егер әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ, сіз осы өміріміздегі істерімізге байланысты өлімнен кейінгі келесі өмірімізді табиғат заңы анықтайды дедіңіз. Жан бір денеден екінші денеге қалай көшеді? Шила Прабхупада. Құбылысты өте нәзік рухани жан фәни көзімізге көрінбейді, атомнан да кіші. Сезімдерден, қаннан, сүйектен, майдан, тағы сол сияқтылардан жасалған дөрекі дене жойылған соң, ақылмен зердеден және жалған менен жасалған нәзік дене харекет ете береді. Осылай өлім сәтінде осы нәзік дене титімдей рухани жанды басқа дөрекі денеге көшіреді.
Бұл құбылыс ауаның иісті таратуына ұқсайды. Раушан гүлінің хош иісі қайдан келетін көрмесек те, ауамен таралатынын бәріміз білеміз. Қалай істелетін көрмесек те істеліп жатады. Жанның ауысуы да осындай өте нәзік құбылыс. Өлім сәтіндегі ақылның ой күйіне сәйкес тетімдей рухани жан әкенің ұрығы арқылы әлдебір ананың құрсағына енеді де, анасы берген әлдебір дене түрін жетілдіріп, адам, мысық, ит тәрізді денелердің бірін алуы мүмкін. Майк Робинсон. Сонда осы өмірімізге дейін басқа біреу болдық дейсіз бе? Шрила Прабхупада. Иә. Майк Робинсон. Келесі өмірімізде де басқа біреу болып қайта орала береміз бе? Шрила Прабхупада. Иә. Себебі сіз мәңгісіз. Іс-қарекеттеріңізге сай денелерді ауыстырып отырасыз. Сондықтан денелерді ауыстыруды қалай тоқтату керектігін, бастапқы рухани денеде қалай қалуға болатынын білуге тырысыңыз. Кришна тану деген осы. Майк Робинсон. Түсінікті. Демек, егер Кришнаны танысам, иттің тәніне қайта оралу қатеріне ұшырамаймын ба? Шрила Прабхупада. Ұшырамайсыз. Шәкіртіне. Janma karma chamedibhyam өлеңін тапшы, шәкірт. Janma karma chamedibhyam evam yavetti tatvataha tyaktva deham punar janma naitimameti sorjuna. Менің осы дүниеге келуіммен іс-қарекеттерімнің тәңірі табиғатын білетін жан фәни әлемде ешқашан қайта тумайды. Тән тастап шыққан соң менің мәңгі мекеніме қайта оралады. О Арджуна. Шрила Прабхупада. Мені танитын жан туымен өлуден азат етіледі дейді Құдай. Керісінше Құдайды фәни ойша жоруыңыздың көмегімен тани алмайсыз. Алдымен рухани деңгейге көтерілуіңіз шарт. Сонда Құдайды тануға қажет жердегі еленесіз. Құдайды таныған жан фәни денелерге қайта оралмайды, үйіне Құдайға қайта оралады. Денелерге қайтадан ауыспай мәңгі өмір сүреді. Майк Робинсон. Түсінікті. Сіз жазбаларыңыздың екі дүркін дәйексіз келтіріп, бұл жазбалардың қайдан шыққан қысқаша түсіндіріп бересіз бе? Сіз жазбаларыңыздан екі дүркін дәйексіз келтірдіңіз. Бұл жазбалардың қайдан шыққан қысқаша түсіндіріп бересіз бе? Шрила Прабхупада. Біздің жазбаларымыз дүние жаралғаннан кейін бері келе жатқан веда шастраларынан бастау алады. Мысалы, мына микрофон секілді әрбір жаңа фәни жаратылысты қалай қолдану жолын түсіндіретін нұсқауы қоса беріледі емес пе? Майк Робинсон. Иә, дұрыс айтасыз. Шрила Прабхупада. Мұндай нұсқау микрофонмен қоса шығады. Майк Робинсон. Иә, дұрыс айтасыз. Шрила Прабхупада. Сол секілді ғарыш жарылғанда онда қалай өмір сүру жолын түсіндіру үшін веда шастраларды қоса келеді. Майк Робинсон. Түсінікті. Демек, бұл жазбалар жаратылыстың басынан бері болған ғой. Енді меніңше өзіңіздің терең толғандыратын мәселені тілге тиек етсек. Кришнатану ілімі мен батыста уақыздарып жүрген басқа да шығыстану ілімдері арасындағы басты айырмасы неде? Шрила Прабхупада. Айырмасы біз бастапқы жазбаларды ұстанамыз, керісінше олар жазбаларын олай ойлап шығарады, өздері ойлап шығарады. Олар өз жазбаларын өздері ойлап шығарады. Бар айырмамыз осы. Рухани тақырыптарға қатысты сұрақтар туғанда әлдебір алаяқ ойлап шығарған жазбамен емес, бастапқы жазбамен кеңесуіңіз шарт. Майк Робинсон. Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришнаны әндету жайында не айтасыз? Шрила Прабхупада. Әттен топастанулардың салдарынан рухани білімді түсіне алмайтын, әсіресе бүгінгі заманның надандарын тазартатын, ең оңай тәсіл болып саналатын Харе Кришнаны әндетсек, зердеміз тазарып, рухани білімді түсіне бастаймыз. Майк Робинсон. Істеп жүрген ісіңізде нұсқауды қайдан аласыз? Шрила Прабхупада. Нұсқауды веда шастраларынан аламыз. Майк Робинсон. Өзіңіз дәйексіз келтіріп отырған жазбаларыңыздан ба? Шрила Прабхупада. Иә. Шастраларда жазылған мұның бәрін ағылшын тілінде түсіндіреміз. Бірақ ойымыздан ештеңе қоспаймыз. Егер білімді өзіміз ойлап шығарсақ, бәрін білдірер едік. Мысалы, мына микрофонды қалай орнату жолын түсіндіретін нұсқауы веда шастраларының нұсқауларына теңеуге болады. Нұсқауда металдың мына жағына бірнеше бұранданы айналдыра бұрап бекіттеп нұсқалған. Еш өзгеріс енгізуге болмайды. Өзгерсеңіз бәрін білдіресіз. Бізде еш нәрсені
oylap çıkarmayımız. Enşeyi kitaplarımızın birini okusanız şınayı ruhani bilim alasız. Mike Robinson. Krishnata'nın filosofiyası adamların turmuş dasturuna qalay esir dedi. Şila Prabhupada. Krishnata'nın filosofiyası adamlarda azap çekmeden azat etedi. Özlerini denege balap qatelesendikten adamlar azap çekmede. Eğer özünüzde paltonuz bilen köylüğünüzge balap, paltonuz bilen köylüğünüzde oqtap joqşayım dep turib, şirjeyde umut ketseniz baqıtlı bolasızbı? Mike Robinson çok baqıtlı bolmas edim. Şila Prabhupada. Sol şekilde enşeyin denenin paltosu men köylüğün joqşayıp, denenin içindeki can jayında umutkanlar da denenin paltosu men köylüğün içinde nenin tirşilik etetini bilmeydi. Kez gelgenden kim ekenini sorasanız men Ağılşınmın ya Indiyamin dep jawap beredi. Al eger deneniz Ağılşın ya Indiyan ekenini körüp turmuz, sonda özünüz kimsiz dep sorasak jawap bere almaydı. Mike Robinson düşünükti. Şila Prabhupada. Bugünkü örküniyettin men denemin Dehatma Buddhi degen hati onda hareket etüü Mısık ben ettin psikologiyası. Eğer Angliyaga kiruge tırsam şekerada toktatasıdır da men Ağılşınmın, siz Indiyansız. Munda nege keldiniz deysidir. Munda nege keldin dep itti arsars etedi. Sonda ittin psikologiyasından ayırmalarımız qaysı? Özün itpinde oylaytın it meni Jatçırtık deydi. Siz de özünüzde Ağılşınmın, meni Indiyansız deysiz. Psikologiyalarınızda eş ayırma yok. Oslay eğer adamlarda it psikologiyasının tünögünde ustasanızlar, onun üstüne örküniyetiniz örülüp baradı dep jarayalasanızlar, oңбай qatelesizdir. Mike Robinson. Endi özge meseleye köçsek, Hare Krishna qozg'alışı alemning qiynalib жүрген жерlerini uayımdaydı deymiz. Şila Prabhupada. Endi özge meseleye köçsek, Mike Robinson. Endi özge meseleye köçsek, Hare Krishna qozg'alışı alemning qiynalib жүрген жерlerini uayımdaydı deymin. Şila Prabhupada. Ya. Tek qiynalib жүргендерді uayımdaymiz. Tuğ, qartayı, ağrı, sırqav, ölüm sekildi başlı problemalarda elemeytin, şeşimin taba bilmeytin adamlar qay-qaydağını sandıraqtap, adasıp, qarangı qapasınıkı qamalıda. Solarga bilim nurun bere başlayıq. Mike Robinson. Ya, sonda adamlarga ruhani bilim bölümün qasa fəni igiliklerinin de qamın uayımdaysıdır mı? Şila Prabhupada. Ruhani igiliktin izimen fəni igilikte geledi. Mike Robinson. O qalay iske salı? Şila Prabhupada. Misalı, eğer maşinanız bolsa, siz maşinanızda da özünüzü de kütüp tutaysız. Bırak özünüzde maşinanızı bağlamaysız qoy. Men maşinamen demeysiz qoy. Men maşinamen dep oylap sandıraq bolsa da adamlar oslay sandıraqdaydı. Men maşinamen dep oylaytın adam, olar tani maşinanı erekşe kütödü. Özlerinin maşinadan bölük ruhani jan eken jana başka ispen aynalısuga tis ekenini unutuda. Benzin işüden ешкімнің қанағат таппайтыны тәрізді, тәни харекеттерден де ешкім қанағат таппайды. Жан үшін жарамды тамақты іздеп табушар. Егер адам мен машинамын, бензин ішуім шарт деп ойласа, оны жынданған ешбас дейді. Дәл осылай, мен денемін деп ойлап, тәни ләззаттардан бақыт табуға талпынышы да жынданған ешбас. Майк Робинсон. Осында Kelerimden aldın adamlarınız mağan bana bir kitaptı bergen edi. Onda siz filosofiyasız, rasyonalsızdan jayin şeyin sezim sentimenti gana depsiz. Osu dayak sözünüzde düşündürüp beresiz be, Şila Prabhupada. Biz senemizde жүрген köpçülük denişillerden senimlerine ne payda? Dürüst emes nersege de senip kalığınız mümkün. Misalı, key Hristiyanlar janvarlarda jan yok dep senemizdeydi. Ol dürüst emes. Жануарларды жегілері келетіндіктен жануарларда жан жоқ деп сенсе де, шынында жануарларда жан бар. Майк Робинсон. Жануарда жан бар екенін қайдан білесіз? Шила Прабхупада. Жануарда жан бар екенін өзіңізде біле аласыз. Ғылыми дәлел міне, жануар ішіп жейді, сіз де ішіп жейсіз. Жануар ұйықтайды, сіз де ұйықтайсыз. Жануар жыныс қатынасына түседі, сіз де жыныс қатынасына түсесіз. Жануар қорғанады, сіз де қорғанасыз. Сонда жануардан айырмаңыз қайсыз? Sizde бар жан, жануарда жоқ деп қалай айта аласыз? Майк Робинсон. Әбден түсіндім. Бірақ христиан жазбалары, Шила Прабхупада, ешқандай жазбаларға жүгінбей-ақ, іс жүзінде шешімін таба білуге тырысыңыз.
Жануар ішіп жейді, сіз де ішіп жейсіз. Жануар ұйықтайды, сіз де ұйықтайсыз. Жануар қорғанады, сіз де қорғанасыз. Жануар жұмыс қатынасына түседі, сіз де жұмыс қатынасына түсесіз. Жануарлардың балалары бар, сіздің де балаларыңыз бар. Жануарлардың тұратын баспаналары бар, сіздің де баспанаңыз бар. Жануардың тәнін кессе қанағатын секілді, сіздің денеңізді кессе де қанағады. Осылай барлық жағынан ұқсас болсаңыз да, енді жанның тіршілік ететінін айғақтайтын осы бірдей ұқсастықты неге жоққа шығарасыз? Мұныңыз қисынсыз, логикаға сыймайды. Логика ғылымын зерттеп көрдіңіз бе? Логикада аналогия деген ұқсастық бар. Аналогия дегеніміз көптеген ұқсастықтарды салыстыра келе бір қорытындыға келу. Егер адамдар мен жануарлар арасында көптеген ұқсастықтар болса, онда осы бірдей ұқсастықты неге жоққа шығарамыз? Мұныңыз қисынсыз, логикаға сыймайды, ғылым емес. Майк Робинсон: керісінше, егер осы аргументті басқаша қолдансақшы, Шила Прабхупада, басқаша қолданылмайды. Егер аргументіңіз логикаға негізделмесе, онда рационалды емессіз. Майк Робинсон: иә, келісемін, бірақ мұны басты гипотеза болжамымен, шамамен, адамда жан жоқ деген болжаммен, Шила Прабхупада. Онда тірі дене мен өлі дене арасындағы айырмасын түсіндіріңіз. Мұны әңгімеміздің басында түсіндірген едім. Тірі күш, я жан денеден шыққан сәтте, тіпті ең сұлу денеде құнсыз қалады. Жансыз дене ешкімнің шаруасы жоқ, жансыз денеде ешкімнің шаруасы жоқ, лақтырып тастайды. Егер шашыңызға жармасаң, төгілесе кетесіз. Тірі дене мен өлі дене арасындағы айырма осында. Тірі денеде бар жан, өлі денеде жоқ. Жан денеден шыққан сәтте дене құнсыз қалады, пайдасыз қалады. Тіпті ең ірі аталмыш ғалымсымақтар мен философсымақтарда миссіз топас болғандықтан осы оп-оңай ілімді түсінбейді. Бүгінгі миссіз қоғам осындай мүшкіл халде. Майк Робинсон: өмірдің рухани өлшемін түсіне алмай сәтсіздікке ұшыраған күллі ғалымдарды айтып отырсыз ба? Шила Прабхупада: иә, нағыз ғылым дегеніміз фәни және рухани білімнің бәрін бірдей білуді білдіреді. Шила Прабхупада: Майк Робинсон: өзіңіз дүниеви өміріңізде дәрі-дәрмек жасаушы химик фармацевт болдыңыз емес пе? Шила Прабхупада: иә, кезінде дәрі-дәрмек жасаушы химик фармацевт болдым. Дәрі-дәрмек жасау үшін аса зерделі интеллектуал болу шарт емес. Кез келген іс жүзінде шешімін таба білетін адамның қолынан келеді. Майк Робинсон: бүгінгі ғалымдар топас болса да, фәни ғылымның да маңызды екенімен келісерсіз. Шила Прабхупада: фәни ғылым кей мәселелер шешкенімен түбегейлі шешпейді. Майк Робинсон: түсінікті. Осыдан алдын сұраған сұрағымды қайта сұрасам бола ма? Бірнеше минут бұрын ойымыз бір жерден шықпай қалғанда, ешқандай жазбаларға жүгінбей-ақ, іс жүзінде шешімін таба білуге тырысыңыз деген едіңіз. Өз дініңіздегі жазбалардың алатын орны қандай? Жазбалар қаншалықты маңызды? Шила Прабхупада: дінімізді ғылым дейміз. Егер бала өсе келе жігіт болады десек, бұл дін емес, ғылым. Әр бала ер жетіп жігіт болады. Мұның дінге қандай қатысы бар? Әр адам өледі. Мұның дінге қандай қатысы бар? Адам өлген соң тәні құнсыз қалады. Мұның дінге қандай қатысы бар? Бұл ғылым. Христиан, я мұсылман, я хинду кім болсаңыз да, өлген соң денеңіз құнсыз қалады. Бұл ғылым. Туысыңыз өлген соң біз христианбыз, туысымыздың өлгеніне сенбейміз демейсіздер ғой? Жоқ, туысыңыз өлді. Христиан, я хинду, я мұсылман кім болсаңыз да, туысыңыз өлді. Сондықтан дене ішіндегі жан болса ғана құнды, жансыз дене құнсыз деген негізге сүйенеміз. Біз баршаға қолданылатын осы ғылымға негізделген білімді үйретуге тырысып жүрміз. Майк Робинсон: менің түсінуімше, сіз елге таза ғылыми білімді үйретіп жүрсіз. Сонда бұған діннің қандай қатысы бар? Шила Прабхупада: дін де ғылым дегенді білдіреді. Өз дінімізге сенеміз деушілер дінді сенімен шатастыруда. Шәкіртіне: дін сөзінің анықтамасын сөздіктен қарашы. Шәкірт: сөздікте дін дегеніміз сенушілерінің таным қабілетінен, фәни табиғаттан тыс жоғарғы бақи билікті, я тылсым мистика құдірет күшін, әсіресе бәрі бағынатын тұлғалы құдайды мойынсына мойындау деп түсіндіріпті. Шила Прабхупада: иә, дін дегеніміз жоғарғы билеушіге бағыну жолын үйрену. Мәселе сіздің христиан, ал менің хинду болуымда емес. Жоғарғы билеушінің тіршілік ететінін екеумізде, бәрімізде мойындауға міндеттіміз. Шын дін деген осы.
Жануарлардың жансыздығына сенеміз деу дін емес, ғылымға мүлде қарама қайшы. Дін дегеніміз жоғарғы билеушіні ғылыми түсіну дегенді білдіреді. Жоғарғы билеушіні тану және оған бағыну бар болған осы. Жақсы азамат үкіметті мойындап заңдарына бағынады, керісінше жаман азамат үкіметті мойындамайды, заңдарына бағынбайды. Осылай, егер Құдайдың үкіметін мойындамайтын жаман азамат болсаңыз, дінсізсіз. Керісінше, егер Құдайдың үкіметін мойындайтын жақсы азамат болсаңыз, діндарсыз. Майк Робинсон, түсінікті. Өмірдің мәні неде деп сенесіз? Не үшін тіршілік етеміз? Шила Прабхупада. Өмірдің мәні ләззат алуда. Қазір жалған өмір сүріп жүргендіктен, ләззат алу орнына керісінше ләззат шегудесіз. Тіршілік үшін жандалысы арпалысып жүрген дүние жүзі пенделерінің соңында алатын ләззаты қайсысы? Қайғы-қасіреттен көз ашпай ақыры өліп тынады. Сондықтан өмірдің ләззат алу үшін арналғанына қарамастан, қазіргі өмірімізде ләззат алмай жүрсіз. Керісінше, егер шынайы рухани өмірсеңіз, ләззат аласыз. Майк Робинсон, әңгімеңіздің соңында рухани өмір сүрушілер өтетін сатыларын түсіндіріп бересіз бе? Кришнаға жаңадан беріле бастаушылар қандай рухани сатылардан өтеді? Шила Прабхупада. Бірінші сатыда Кришнатану қозғалысы деген не екен өзі? Зерттеп көрейінші деп білуге әуестенесіз. Шыратқа немесе сенім деп аталатын осы сенімнен бәрі басталады. Сонан соң, егер шын ізденсеңіз, осы білімді зерттеуші бакталармен араласып, сана сезімдерін түсінуге тырысасыз. Сонда, неге осы бакталардың бірі болмасқа деген сезім ұялайды. Сол бакталардың бірі болған соң, жаман әдеттеріңізден арыласыз. Сеніміңіз күшейіп, Кришнатану дәмін сезіне бастайсыз. Мына жастар неге киноға бармайды, неге ет жемейді, неге түнгі клубтарға бармайды? Себебі талғамдары өзгерді. Енді жаңаға аталғандардың бәрінен жиркенеді. Осылай алға басасыз. Бірінші сенімнен басталады. Сонан соң бакталарымен араласуға, жаман әдеттерден арылуға, берік сенімге, дәмін сезуге, Құдай тануға және Құдайды сүю кемел шыңына ұласады. Кемел дін деген осы. Мен сенемін, сіз сенесіз деген салт жоралар дін емес, өтірік алдау. Шын дін Құдайды сүюге жетелейді. Кемел дін деген осы. Майк Робинсон, жаныма майды жаққан әңгімеңіз үшін зор рахмет. Шила Прабхупада. Харе Кришна.